Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бүгін өте керемет бір қаланы айтатын боламын. Сіз де, біз де махаббат пен сұлулыққа, ержүрек пен мейірімге толы үнді фильмдерін тамашалаумен ержеттік. Біріміз Митхунға еліктесек, келесіміз Шахруханға ғашық болып, үшіншіміз Айшварияның сұлулығына тәнті болдық және ешқашан жалыққан емеспіз. Достар, сіздерге Үндістан халқы туралы айтатын боламын. Сіздерге Индия десем, тек көз алдарыңызға сол баяғы кішкентай кезімізде көріп өскен үнді фильмдері, романтикаға толы, өте сезімге толы фильмдер көз алдымыздан өтеді. Иә, рас қой. Бірақ та бүгін сіздермен ол кино туралы емес, жалпы Үндістан халқы қандай халық, ол қандай ел, ол қандай қала, жалпы тыныс тіршілігімен, өмір салтымен бірге таныс болайық. Сондықтан менің арнамнан алыстамаңыздар. Бұл елде тамыр таныс салып жұмысқа кіру, қызмет үшін таласу деген мүлдем жоқ. Ата-бабадан қалған ата кәсіпті бүгінгімен жалғап, мәдениеті мен салт санасын берік ұстанып отырған жаһандағы ең тығыз орналасқан мемлекеттің бірі Үндістан. Астанасы Нью-Дели. Халқы саны бойынша әлемде екінші орынды еншілейтін Үндістанға ат басын бұрған әрбір саяхатшы бұл елдің сырын ішіне бүккен тарихы мен өзгелерге ұқсамайтын ұстанымын бірден байқайды. Тарихы тым әріде жатқан әлемге әйгілі елдің экономикасы қуатты ел деп айта алмайсыз. Халықтың көптігі, жұмыс орындарының жоқтығы, қара табанды кедейлердің өмірін көз алдыңызға әкеледі. Салт сананы сақтай білетін Үндістанның бүгінгі келбетіне қарап, көз алдыңызға әлі де орта ғасырлық өмір сүру қалпы сақталған деген көзқарас келеді. Бұл елде брахмандар, шатриялар, вайшиялар, шудралар сынды құл иеленушіліктің төртінші каста түрлері қалыптасқан. Бай мен кедей арасында алшақ басым. Дені кедейшілікте күн кешеді. Халықтың 30-40% тапшылықта өмір сүреді. Сондықтан нәпақа табу үшін үнділіктер түрлі қызметтерді кәсіп етеді. Мамандық деп асын сызып айтқанымызбен Үндістан азаматтары таңның атысы, күннің батысы тер төгіп аз-маз тиынға күнелтеді. Мұнда біздегідей емес 12 сағаттық жұмыс кестесі бойынша жалақы төленеді. Сонымен қатар Үндістанда қолданыстан шығып қалған заттарды кәдеге жаратады, қалдықтарды қайта өңдейді. Әйелдер пластмасса теріп еңбек етсе, ер азаматтар қаңылтыр бөлшкелерді түзеп қайта жаңартады. Кір жуатын, киім үтіктейтін, құлақ шұқитын қызмет түрлері бар. Құлақ тазалау процесі 5 руби тұрады. 1 руби 4,95 тиын. Мұндай кәсіппен айналысатындар мемлекетке салық төлемейді, әрі билік лицензия талап етпейді. Құлақ шұқитын құралдарды шеберлер өз қолымен жасап алады. Бір қызығы, жергілікті кәсіпті меңгергендер медицина қызметкерлерінің өзі мұндай қызмет түрін ұсына алмайды деген пікірді алға тартады. Тағы бір мамандық кір жуушылар. Мұндай қызметтің пайда болғанына 100 жылдан асып барады. Кір жуу атадан балаға дейін жалғасып кете береді. Тазалануға әкелінген кір киімдерді тастан тасқа ұрып, суға салып, өзен жағасында кептіреді. Мұндай қызметті көбіне ер азаматтар атқарады. Дайын болған киімдерді үтіктеу бөліміне жөнелтеді. Тапсырыстың көп бөлігі жергілікті тұрғындардан емес, мектеп, аурухана мен қонақ үйлерден түседі. Тұрмыстың төмендігінен бұлар көптеген аудандарында электр жоқ. Сондықтан тісті емдеу, жылу жұмыстары қолмен атқарыла беріледі. Ауыз шаятын жерлердің жоқтығы, гигиеналық талаптардың сақталмауына жергілікті халықтың еті үйреніп кеткен. Көшенің қақ ортасында шаш алып құлақ шұқиды. Бері қарай беттесеңіз нан тағамдарын саудалап тұра береді. Тазалықтың сақталмауы қалыпты жағдайға айналған. Ең сорақысы, Үндістанда кіші дәретті қайта өңдеп, тазарту процестерін жүргізіп, ауыз су ретінде пайдаланады. Бағасы төмен. Халыққа тиімді деп саналады. Алайда мұндай әрекеттер өркениетті қоғамға қайшы келетіні хақ. Үндістанда туризм жақсы жолға қойылған. Бір жылда бұл елге 5 миллионнан астам турист табан тірейді.
деген деректер бар. Даңқты Тадж-Махал, Амритсардағы алтын сарайлар мен қасиетті мешіт мұнаралар сырттан келетіндерді өзіне тартады. Мұнан бөлек үнділер дәстүрі арқылы қаржы табудың жолын тапқан. Айталық, майытты жерлеу мен оны өртеу рәсіміне арналған орынды туристерге көрсетіп, ақшасын қағып алады. Туристер жиі аяқ басатын Ганг өзені әлемдегі ең лас өзеннің бірі саналады. Санитарлық талаптың сақталмауынан жылына 3,5 миллион адам көз жұмады. Қиыр асып келгендерді бірден байқайтын жергілікті жұрт балаларды ізіне салып сұрағанын алдыртады, себебі жұмыссыздық белең алған. Үндістанның халқы өте көп. Балалары білім алуға асыға қоймайды. Статистикалық мәліметке сүйенсек, халықтың 20% сауатсыз, әйелдердің 45%, ал ерлердің 75% хат тани алады. Көшелері тар, иық тірескен халық көп. Орталық базар маңында көшені қақ жарып бара жатқан сиырларды кездестіресіз. Арба сүйреген, бір бұрышта қоқыс тазалап отырған халықты көру қиын емес. Жан басының жылма-жыл көбеюінен болар Үндістанда бала тууға шектеу қойылған. Әр отбасы 2 бала үйленуге құқылы. Үшінші балаға $1000 көлемде айыппұл төлейді. Қимыл қозғалысты реттеу мүмкін емес. Бұл елде автобустардың 2 түрі жүреді. Сырты қызыл бояумен боялған автобустар мемлекеттікі, ал сырты көк бояулы автобустар жеке меншікке қарайды. Бірақ бағасы бірдей. Сондай-ақ дәстүрлі таксилері рикша немесе тук-тук қызметі етеді. Жол ережесі сақталмайды. Бағдаршам болғанымен жүргізушілер мұны елемейді. Дегенмен жол көлік оқиғалары аз кездеседі. Үндістан халқының 80% вегетариан, өйткені біздегідей ет жей беруге қалта көтермейді. Тіпті саудагерлерге ет тағамдарын сатуға салық салынады. Еттен жасалған тағам бағасының жоғары болуы да үнділіктерді осындай саясатқа алып келген. Жергілікті жұрт көбіне күріштен жасалған түрлі дәмдеуіштер қосылған нан тағамдарын тұтынады. Үндістанда өркениет жоқ деп те айта алмаймыз. Мәселен, Бангалор, Мумбай қалаларында заманауи өмір сүретін халықтар көп. Жұмыс көзі жоқ болса да үнділіктер Мумбайды болашағы бар қала деп санайды. Дәл осы Мумбайда әйгілі Болливуд бар. Жылына 1000-ға жуық кино сериалдарды таспалайтын режиссерлардың қиялында шек жоқ. Әртүрлі тақырыпта арқау ететін кинолар қомақты қаржы көзін құрап отыр. Қиындық құрсауынан әлі де шыға алмай келе жатқан Үндістанның жарқын болашағы бар деп айтуға болады. Әйткенмен, санада сақталған, дәстүрде мойындалған құндылықтар мен кедейшілікте күн кешіп отырған халық өмірі Үндістан туралы осындай көзқарас қалыптастырады. Менімен бірге видеоның соңына дейін болып қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.